Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмді, қамыры үгітіліп тұратын жұмсақ және шоколад қосылған печенье жасайтын боламыз. Ең бастысы көп уақытты және көп затты қажет етпейді, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: сары май, қант, тұз, жұмыртқа, қопсытқыш, ұн, шоколад. Ең алдымен сары майды ертіп аламыз. Мінекей менде бөлме температурасындағы еріген сары май, үстіне қант, жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны қосып араластырып, ұнға қопсытқышты қосып аламыз да 2-3 бөліп ұнымызды саламыз. Соңына шоколадты қосып араластырамыз. Мінекей бізде осындай қамыр шығады. Мен табаға біраз қасықтан құйып шықтым. Қалауларыңыз бойынша кішірек қылып жасасаңыздар болады. Одан кейін қолымызды сулап, осылай ақырындап басып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Осындай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.